Осы уақытқа шейін істеген бүкіл парақшаларымыз бір орында қозғалмай тұратын парақшалар болды. Енді қазір кішкене қимыл іс-әрекетті қосайық, яғни сілтемелер жасап үйренеміз. Ол дегеніміз парақшамыздағы бір сөзді немесе бір сурет немесе басқа бір объектіні басқан кезде бізді басқа парақшаға аударып жіберетіндей. Енді ол үшін әдеттегідей мен мына жақтан жаңа файл жасайын. Оның атын 9 астыңғы сызу link деймін, links.html деймін. Сосын әдеттегідей мынаның бәрін қолмен жаза бермеу үшін көшіріп алайын. Сосын бодидің ішіндегі бүкіл заттарды өшіріп тастаймын. Сақтаймын. Енді осы парақшамызды браузерда ашайық. 9 links дейді. Міне бізде бос парақшамыз ашылды. Енді ол үшін бізге керек тег a деген тег, яғни жай ғана a дейміз. Сосын бұған параметр ретінде href дейміз. href тең болады. Сосын қазір бұны бос қалдыра тұрайын. a тегін жабамыз. Сосын ортасына мысалға сілтеме болатын сөзді жазамыз. Мысалға бұл BBC сайтына сілтеме дейміз. Енді мына href параметрдің ішіне сол сайттың адресін жазамыз. Яғни https://www.bbc.com болу керек. Браузерімді жаңартамын. Міне бізде сілтеме пайда болды. Енді қазір осының үстінен бассам, бізді міне BBC сайтына аударып тұр. Енді мен артқа қайтайын. Мынаны былай жаба тұрайын. Жасырып. Енді басқа сілтемелер әрқайсы өзінің жолағында болу үшін мен әрбір a деген тегті құрамында параграфтың ішіне салып қоямын. Енді біз мына жерде жаңадан бір параметр бере аламыз. Мысалға target дейміз де, тең болады астыңғы сызу blank дейміз. Сақтаймыз. Біз егер осы параметрді беретін болсақ, мына сілтемені басқан кезде бізде осы парақша BBC-ге аударылмайды, бізде жаңа парақша ашылатын болады. Оны қазір көрсетейін. Браузерді жаңартамын. Міне BBC дегенге басам. Міне бізде өзіміздің парақша мына жерде қалды да, ал мына жақта бізде BBC деген жаңа парақша ашылды. Енді қазір BBC-мізді жаба салайық. Енді мына жерде бұл absolute link деп аталады, яғни абсолют сілтеме десек болатын шығар. Енді қазір relative линкті жасаймыз. Ол дегеніміз өзіміздің мына жердегі файлдарға сілтеме жасаймыз, яғни мына жердегі бір сөзді басқан кезде бізді мысалы үшін forms деген парақшаға аударып жіберетіндей. Оны біз былай жасаймыз. Жаңағындай a дейміз. href тең болады. Осылай қалдыра тұрайын. Сосын мысалға былай жазайын. Бұл формалар орналасқан парақшаға сілтеме. Енді оны жасау үшін мен мына жақтан файлдың атын білу керекпін. Бізде форма деген 6 астыңғы сызу forms.html. Яғни тура сол файлдың атын мен мына тырнақшаның ішіне жазамын, яғни href параметрінің ішіне. 6 астыңғы сызу forms.html. Сақтаймын. Браузерімді жаңартамын. Бізде жаңағы сілтемеміз пайда болды. Осының үстінен бассақ, міне бізде мына жерде жаңағы формамыздың парақшасына аударды. Артқа жіберемін. Бұл жерде де біз target blank дей аламыз. Мысалға target тең болады. Астыңғы сызу blank десек, сақтаймыз. Парақшамыз жаңартамыз. Міне бізде форма парақшасы жаңадан ашылып тұр. Бұны жаба саламыз. Енді бізге керегі мысалға біз сөздерді ғана емес, суреттерді де сілтеме ретінде пайдалана алады екенбіз. Мысалы үшін href тең болады img src тең болады
былай жауып қояйық. Енді мына жерден біз өзімізде бар сурет ала салайық. images.jpg деген. JPG. Сақтаймыз, жаңартамыз. Міне бізде сілтеме ретінде тұр. Енді қазір бұны жай ғана Google сайтына аудара салайық. https://www.google.com. Сақтаймыз, браузерімізді жаңартамыз. Мынау сілтемені бассақ, бізде дұрыс аудармай тұр. http-ді ұмытып кетіппіз. Жаңартамыз браузерді. Міне бізде Google сайтына аударып тұр. Яғни барлығын дұрыс жасадық. Енді осы сияқты мен қазір бірнеше сілтеме жасайын. Көшіріп алып. Copy. 1, 2. Кешірім өтінем. Қазір бұның біз параграф тегінің ішіне сала салайық. Қазір пидемізді. Енді осыны көшіре салайық. Осы жетіп қалар. Сақтаймыз. Файлды жаба тұрайын. Жаңартамыз. Міне бізде бірнеше сурет пайда болды. Енді мен бұны не үшін жасадым? Біз мысалға мына жақта сілтемені басқа сайтқа жасадық, Absolute Linkпен. Мына жақта біз сілтемені өзіміздегі бар файлға жасадық, өзімізде бар парақшаға жасадық. Мына жақта суреттен жасадық. Енді біз парақшаның ішіндегі бір белгілі бір аймаққа сілтеме жасай аламыз. Ол үшін біз мына жаққа бір параграфқа, мысалға мынаған ID деген параметрді береміз. ID тең болады топ деге, жоғарғы деген сөз. Сақтаймын. Енді мен мына жаққа тұрамын да, параграф тегінің ішіне сілтеме жасайым. Сосын ол сілтемеге мен былай жазамын. Бұл жоғарыдағы элементке сілтеме деймін. Сосын href-тің ішіне мен href тең болады. Жаңағы ID-ді белгілеу үшін торкөзді қоямда топ деймін. Сақтаймын. Парақшамды жаңартамын. Астына түсеміз. Сосын енді мына жақтан мен қарасам, бұл жоғарғы элементке сілтеме дейді. Бассам, мені мына бір ең жоғарғы элементке алып барып тұр. Тура сол сияқты біз мына жақта мысалға қай элементнің үшінші элементке сілтеме жасай аламыз. Ол үшін мен мыналарды белгілеп жазып қояйын, әрбір суретті нешінші екендігі белгілі болу үшін. Мынау 1 болсын, мынау 2 болсын, мынау 3 болсын, мынау 4 болсын. Сақтаймын, жаңартып қарап көрейін, міне 1, 2, 3, 4 деп тұр. Ол үшін біз мынау параграф тегіне ID параметрін береміз. ID тең болады, мысалға мен pic дей салайын, picture дегеннің қысқасы. Сосын мына жақтан жаңадан сілтеме жасайым. ID-мізді href тең болады. Жаңағы біздің ID-дің аты қалай еді? Біздегі ID-дің аты pic еді, яғни торкөз pic деймін. Енді бұл жерге мен жазатын сөзім, бұл үшінші суретке сілтеме. Сақтаймын, браузерімді жаңартамын, ең астына түсемін. Міне бұл үшінші суретке сілтеме дейді. Бассам, міне ең жоғарғыда біздің үшінші суретімізге алып барды. Міне біз білетін барлық веб-сайттарда сілтемелер осы тегтің арқасында жасалады екен. Ал енді келесі кезекте біз HTML entities-ға ауысамыз. Қазір енді HTML entities не екендігін түсіндіру үшін мен бірден мына жақтан жаңа файл жасайын. Оның атауы бізде 10 астыңғы сызу entities.html дейміз. 10 астыңғы сызу entities.html дейміз. Сосын әдеттегіден оны біреуін көшіре салайық.
copy. Бодидің ішіндегі бүкіл затты өшіре саламыз. Әдеттегідей файлымызды браузердан ашайық. Міне бос файл ашылды. HTML-да entities деген мысалға біздің HTML-да entities деген біздің пернетақтамыздағы жоқ символдарды экранда көрсетуге көмектесетін бір арнайы символдар жиынтығы. Мысалға веб-сайттардың астында авторлық құқықпен қорғалған деген жазба тұруы мүмкін. Ол жазбаның жанында авторлық құқықтың символы тұрады. Ол символды қазір мен көрсетсем, бәріміз бірден танимыз. Copyright symbol дейді. Міне мынандай символ. Бірақ та бұл біздің пернетақтаның ешқандай жерінде жоқ. Осы кезде бізге HTML entities деген көмектеседі екен. Оны жазу үшін біз былай істейміз. Ол символдардың арнайы кодтары бар, бірақ ол кодтардың бәрін жаттап керек емес. Google-ға HTML entities деп жаза саламыз. Сосын бізде өзіміз танитын W3 Schools деген сайт шығады. Соны басамыз. Бізде мына жерде жаңағы entity-лардың, яғни арнайы символдардың кодпен қалай жазылатындығы көрсетіліп тұрады. Енді мына жерден copyright symbol деген мынау, яғни бізге мынау керек. Осыны көшіріп аламын. Немесе қазір қолмен жаза салайын. Параграф деген қолданамыз. Сосын бұның ішіне мысалға бұл сайт қорғалған дейміз. Сақтаймыз. Жаңағы парақшамыз жаңартайық. Енді мынаның сол жағына жаңағы символымызды қойайық. Оның шартты белгілеуі қалай екен? Қайда кетті? Міне тұр. Copy. Сосын өтіл нүкте. Сақтаймыз. Парақшамыз жаңартамыз. Міне біздегі жаңағы символ пайда болды. Енді бұның пайдаланудың тағы да бір жолы бар. Мысалға біз веб-сайт жасап жатырмыз да, ол жақта HTML кодты жазып көрсеткіміз келеді. Ол HTML код бізде мысал үшін сілтемені көрсеткіміз келіп тұр. Сақтаймыз. Парақшамызды жаңартамыз. Міне бізде мына жерде еш нәрсе көрсетіліп тұрған жоқ. Өйткені бізде параграф дегеннің ішінде мына бір жазба тұру керек еді. Бірақ біздің браузер бұл жерге бір сілтеме жазу керек екен деп ойлап тұр да, мына жақтан еш нәрсені көрсетпей тұр. Міне осы кезде мына бір символдарды біз жаңағы HTML entity арқылы көрсете аламыз. Қазір мен көрсетсем, ол жақсырақ түсінікті болар. Мысалға, мына бір символдың орнына біз тұрамыз да LT дейміз, less than дегенді білдіреді. Ал мына бір символдың орнына біз тұрамыз да greater than дегенді пайдаланамыз. Мына жерде тура солай істейміз. LT, мына жақта да GT дейміз. Сосын екі символдың арасында жаңағы сілтеме болатындай сөзімізді жазамыз. Әзірше жазбай кете тұрайық. Мына жақ жаңартып көрейік. Міне бізде алдында шықпай тұрған деген тегіміз әдеттегі мәтін ретінде пайда болды. Енді мына жаққа тұрамыз да. Бұл сілтеме дейміз. Сақтаймыз, жаңартамыз. Міне бұл сілтеме деп әдеттегі мәтін ретінде пайда болды. Ал егер де біз мына жерде HTML entity'ді пайдаланбасақ, бізде мынау кәдімгі сілтеме ретінде көрсетіліп тұрушы еді. Ал мынау қазір бізде мысалы үшін бір оқулық жасауға болатын әдеттегі мәтін ретінде тұр. Енді осы сияқты басқа да символдарды сіз мынау сайттан көре аласыз. Егер де толық нұсқасын көргіңіз келсе, онда сізге мына бір сайт жарап қалар. Кіріп көрейік. Міне мына жақта барлық бізге керекті да, керекті емес та символдардың барлық түрлері бар екен.
Міне осылай HTML entities-пен жұмыс істеуді үйрендік. Енді келесі кезекте сайтымызға аудио және видеоны қосуды үйренеміз. Енді қазір мыналардың бәрін жаба салайын мен. Мынаны да жаба салайын. Бізге аудио мен видеоны сайтымызға қоспастан бұрын оны компьютерімізға жүктеп алу керек. Сол үшін мен мынау sampledip.com деген сайтқа кіремін да, мына жақтан бір кез келген видеоны өзімнің компьютеріме жүктеп аламын. Мынау видео бола берсін, 3 мегабайттық. Содан кейін бізге бір аудио керек. MP3 форматындағы бір аудионы алайық. Сосын мынаны да жүктей салайық. Екеуі де жүктелді. Ол бізде қазір downloads деген папкада. Мынау екеуін мен тұрамда кесіп алайын. Cut деп. Сосын өзіміздің жаңағы HTML деген папкамызға аударайын. Paste дейміз. Міне бізде мына жерде пайда болды. Енді кезекте мына жақтан жаңадан файл жасаймын. 11 астыңғы сызу. Қазақшада қалып қойыпты. 11 астыңғы сызу. 11 астыңғы сызу. Аудио. Видео деймін да. HTML деймін. Сақтаймыз. Енді осы файлды браузерімізді ашайық. Бізде entities ашылып тұр. Біздің 11-ші файлымыз қайда? Мына жақта екен. Міне бізде бос парақшамыз ашылды. Енді бұны жаба саламыз. Енді бізге керегі әдеттегідей мына жақтағы барлық затты көшіріп алу. HTML5-те видеоны өзіміздің веб-сайтымызға қосу өте ыңғайлы және өте жеңіл істелінеді. Ол үшін мен айдан анық видео деген тегті пайдаланамын. Сосын видеоның ішіне мен тұрамында source деймін, яғни қай жердегі қай видеоны алу керек екендігін көрсету керекпін. Source srt тең болады. Мысалға мына жерде бізде видеоның аты sample сызықша 5s деген екен, иә? Sample сызықша 5s.mp4 дейміз. Жабамыз. Сосын бұның ішіне біз түрін көрсету керекпіз, яғни бұл қандай форматтағы қандай форматтағы медиа материал екендігін. Type video/mp4 дейміз. Файлды сақтаймыз, браузерімізді жаңартамыз. Бізде мынау тым үлкен болып шығып тұр, иә? Оны біз оңай жөндей аламыз. Width дейміз да, мысалға тең болады. Неше қылсақ болады? 340 деп көрейік. Ал биіктігін height дейік, оның биіктігін мысалға 220 қылайық, иә? Файлымды сақтаймын, браузерімді жаңартамын. Міне бізде мына жерде видео пайда болды. Бірақ мынау тым кішкентай сияқты. Қазір мен 540 деймін да, мынаны 420 дей салайын. Сақтаймын. Міне бізде видеомыз пайда болды, бірақ бассақ бұл видео ойнамайды. Оны ойнату үшін біз мына жаққа қосымша параметр controls дегенді жазамыз. Браузерімізді жаңартамыз. Міне бізде қазір өзіміздің парақшамыздан өзіміз жүктеген видеоны көре аламыз. Енді қазір аудионы қалай қосатынын түсініп тұрған шығарсыз. Ол үшін біз аудио дейміз. Бұған керек жалғыз параметр controls, өйткені бұл видео емес. Оған біз ені мен ұзындығын көрсетіп ешқандай пайда таппаймыз. Сосын мына жағынан source дейміз да. Source src тең болады. Біздегі аудионы атауы қалай еді? Sample 3s mp3 дейді. Мына жерде жазылып тұр. Sample 3s mp3 дейміз. Жабамыз. Бұл жаққа да түрін көрсетейік. Аудио дейміз да. Сосын бұған mpeg дейміз. Өйткені mp3 файлындағы, форматындағы файл. Сосын мына жерге біз тұрайық та екеуі бөлініп тұру үшін hr деген тегті пайдаланайық. Horizontal ruler деу керек оны. Жаңартамыз. Міне бізде аудио пайда болып. Қоссақ, аудиомыз жұмыс істеп тұр.
Міне осылай сілтемелер жасап, аудио видеоны қосып, HTML entity-мен жұмыс істеуді үйрендік. Енді келесі видеода біз осының барлығын қосып, өзіміздің қаламыз жайындағы бір парақша жасап көреміз. Сол жақта көріскенше.